Сәлем достар, бүгін шілденің 19-ы жексенбі, демек Freedom KJ Лиганың кезекті ойындары. Бүгін U17 және U18 санатындағы командалар алматылық Қайратты қабылдайды. Ендеше осы ойындар қалай өткенін бірге тамашалайық. Өкінішке орай ойынның 25-ші минутында бір гол өткізіп алдық, бірақ ойын әлі алда. Тараз бүгін жеңіске жетеді деп үміттенеміз. Қазір су ішіп демалып алуға үзіліс жарияланды. Ауа райы плюс 36 градусты көрсетіп тұр. Әрине ойын оңай болып жатқан жоқ, сол үшін демалып алу керек. Шабуылды ұйымдастыруға болады қазір. Федотовқа пас, Федотов! Және гол! Владимир Федотов! Әріптесінің ғаламат пасын голға айналдырды. Браво, Тараз, міне, жамбылдық мінез. Айттым ғой, біз міндетті түрде гол соғамыз. Володя Федотов, номері 9-шы ойыншы. Вова, рахмет! Тарас тек өзінің ойыншыларымен ғана емес, жанкүйерлерімен де өте мықты екен, ұмытпайық. Ендеше Бүгін бізбен бірге Тараз U17 командасының ата-аналары, балаларына жанкүйер болып отыр. Жалпы футболисттің анасы болу деген ол қандай екен? Футболисттің анасы бір ғажап дүние. Мен 3 футболисттің анасымын, если что. 3 ұлым да футболист. Өте керемет дүние. Жас футболшының анасы болу, балаңның арманын орындау. Балаңның арманын орындау ол ананың ең үлкен жоғарыда тұрған бақыты. Я мама Ибрахима, капитан команда. Талғат Бегнұрдың мамасымын. Футболисттің анасы болу өте бақыт қой бұл өмірде. Балам спортсмен болғаны, спортты қалағаны өте қуаныштымыз. Бәріңізге сәлем, мен Серікбай Батырханның әпкесі боламын. Бүгінгі балалар біздің балаларға жеңіс тілейміз. Тағы бір гол керек, қазір екінші тайм болады. Наши мальчики молодцы, забили гол. Для нас это прям победа. Дай бог, чтобы все было хорошо у них сложилось сегодня. Ну, это большой труд, конечно же, для мам. Переживания. Главное, чтобы все было без травм. U17 санатындағы ойын аяқталды. Есеп 1-3. Өкінішке орай бүгін есе жіберіп алдық, бірақ Тараз үшін соңына дейін жанкүйер боламыз. U18 санатындағы Тараз командасының ойын алды жаттығулары болып жатыр. Қазір бірер минуттардан кейін ойынның өзі басталады. Естеріңізге сала кетейін, Тараз командасы бүгін алматылық Қайратты өз алаңында қабылдап жатыр. Доктор, қайырлы күн. Бүгінгі ауа райы бойынша, күннің ыстығы бойынша қазір спортшыларға қандай жағдай жасап жатсыздар? Жалпы қандай шектеулер бар? 50 градусов на поле, побольше жидкости воды надо, чтобы не было обезвоживания организма. Обязательно вода. Кроме воды мы даем еще необходимые препараты, восстанавливающие, минералы, кальций. С потом все уходит обязательно. По сокращению тренировок либо нагрузки, что скажете? Восстановительный процесс у нас идет, витаминизация, восстановление, правильное питание. Сәлем, қалың қалай? Саламатсыз ба, жақсы, әке өзіңіз? Жақсы, ойынға дайындық қалай? Ойынға дайындық бай жақсы. Қалай ойлайсың, бүгін қандай болады? Думаю, все равно
Қызытамыз, иншалла. Құдай қаласа. Счетты айта алмаймын енді. Рахмет әке. Серіктестерден Болды. Рахмет. чай ішіп көңілді жүріңдер. Болды, рахмет әке. Бүгін нағыз қызмет осы жігіттердікі. Бүгін не істейсіңдер жалпы поляда ойын кезінде? Аут болған кезде топ беріп тұрамыз. Аха. Қайда жаттығасыңдар, қай жылғысыңдар? 2015 біз. 2015 тренерларың кім? Бағдәулет ағай. Ал сендерге сәттілік бүгін. Рахмет. Бүгін ойын тамашалауға Алан Ерболұлы да келіп қалды. Қазір жағдайын сұраймыз. Қалайсың? Жақсы, шүкір Аллаға. Тезірек жазылдым. Алаңға осы 1 ай, 2 айдың шамасына ораламын деп ойлаймын. Командаластарыңа не дейсің? Жақсы ойын, ең басты жамылдық мінез көрсетіп, командамыздың абыройынан нұқсан келтірмесе болды. Рахмет. Сен де тезірек сауығып ортамызға орал. Әмин, рахмет. Айдын Анарқұл пас. Бұл жерде соққы бола ма? Екінші 17-ші нөмірдегі ойыншының соққысы гол! Тараз командасы есепті теңестірді. Голды соққан Ернұр Орынбасар. 9-ші нөмірдегі Тараз командасының шабуылшысы. Номері 11-ші Мухаммад Шукуралиевтің орнына алаңға номер 77-ші Данияр Баймахан шығады. Екінші ойында аяқталды. Өкінішке орай біз тағы да есе жіберіп, 3-1 есебімен бүгінгі күнді аяқтадық. Бұған қарамастан өзіміздің командаға әрдайым жанкүйер болып Таразды қолдап жүрейік. Алға Тараз!